Сәлем, достар. 19 тамыз ерекше энергиясы бар күн. Бұл күні жұлдыздар әр белгіге жаңа мүмкіндіктер сыйлағалы тұр. Кейбіреулер үшін бұл күн қаржылық табыс пен жаңа жоспарларды іске асыру уақыты болса, басқалар үшін махаббат пен қарым-қатынаста үлкен өзгерістер алып келуі мүмкін. Ал кейбір жандарға тыныштық пен рухани өсу керек болады. Жұлдыздардан түскен белгілерге сеніп, бүгінгі күнді дұрыс бағытта бастауға дайын болыңыз. Тоқты. 19 тамыз тоқтылар үшін қарбалас, бірақ нәтижелі күн болмақ. Бүгін сіздің ішкі энергияңыз ерекше жоғары деңгейде болады. Қандай іс бастасаңыз да, белсенділігіңіз бен өзгелерден озып шығасыз. Әсіресе жұмыс орнында немесе оқуда сіздің табандылығыңыз бен тік мінезіңізді бәрі байқайды. Бұл күнде біршама келіспеушіліктер тууы мүмкін, өйткені сіздің турашылдығыңыз кей адамдарға ұнамай қалуы ықтимал. Бірақ сіз шындықты айтудан ешқашан қорықпайсыз, сол қасиетіңіз сізді алға жетелейді. Қаржылық тұрғыда күтпеген шығындар болуы мүмкін. Әсіресе отбасы, үй шаруасына байланысты жағдайларға ақша жұмсауға тура келеді. Дегенмен бұл сіздің бюджетіңізді қатты шайқалтпайды. Интуицияңызға сенсеңіз, дұрыс шешім қабылдайсыз. Жеке өмірде тоқтыларға тосын сый күтіп тұр. Қарым-қатынаста жүргендер үшін серіктесіңіз сізге жылы сөздер айтып көңіл күйіңізді көтереді. Ал жалғыз тоқтылар үшін жаңа таныстықтардың басталу ықтималдығы жоғары. Бұл таныстық әдеттегі әңгімеден үлкен сезімге ұласуы әбден мүмкін. Денсаулығыңызға келгенде, шаршап қалмау үшін өзіңізді шамадан тыс жүктемеңіз. Күннің ортасына қарай басыңыз ауырып немесе күш-қуатыңыз азаюы ықтимал. Сондықтан тынығуға уақыт табыңыз. Торпақ. 19 тамыз торпақтар үшін байсалдылық пен табандылық қажет болатын күн. Сіз әдетте сабырлы әрі тұрақтысыз, бірақ бүгін айналадағы жағдайлар сізді аздап шыдамдылықтан айыруы мүмкін. Қоршаған ортада түрлі оқиғалар мен әңгімелер орын алып, сізді шешім қабылдауға итермелейді. Осындай кезде эмоцияға берілмей ойланған дұрыс. Жұмыс пен қаржы. Бұл күні торпақтардың қаржылық жағдайына қатысты жақсы жаңалықтар келуі мүмкін. Бұрыннан күткен төлем немесе табыс көзі қолыңызға тиюі ықтимал. Егер өз кәсібіңіз болса, жаңа клиенттер немесе пайдалы ұсыныстар болады. Бірақ шығынға да дайын болыңыз. Үй, техника, отбасы қажеттіліктеріне ақша жұмсауыңыз мүмкін. Бұл инвестиция өзін кейін толық ақтайды. Жұмыста әріптестермен қарым-қатынасыңыз жақсарып, сіздің адалдығыңызды жоғары бағалайды. Сезім мен қарым-қатынас. Қарым-қатынаста жүрген торпақтарға бүгін серіктесімен шынайы, ашық әңгіме құруға мүмкіндік туады. Сізге біраз уақыттан бері мазалап жүрген мәселелерді шешуге жақсы сәт. Жұптағы сенім артып, ортақ жоспарлар құрылады. Ал жалғыз торпақтар үшін танысу, хат алмасу, немесе мейрамханада кездесу ықтималдығы бар. Бастапқыда достық болып көрінген қарым-қатынас кейіннен махаббатқа айналуы мүмкін. Жеке даму. Торпақтар бүгін шығармашылыққа бейім болады. Жаңа идеялар ойға оралып, өзіңізді шабыттанғандай сезінесіз. Сіз өнерге, әдемілікке жақын болғандықтан күннің екінші жартысында көңіл көтеретін, рухани байытатын іспен айналысқан пайдалы. Денсаулық. Бұл күні дұрыс тамақтану мен ұйқыға ерекше көңіл бөліңіз. Өйткені артық шаршау немесе жүйкені тоздыру ас қорытуға әсер етуі мүмкін. Жаяу серуен немесе таза ауада уақыт өткізу сізді сергітеді. Қорытындылай келе, 19 тамыз торпақтарға мол мүмкіндіктер сыйлайды. Тек асығыстық жасамай, оймен әрекет етсеңіз, жолыңыз ашылады. Егіздер. 19 тамыз егіздер үшін ойы мен сөзіне абай болатын ерекше күн. Сіз табиғатыңыздан ашық, көпшіл адамдармен тез тіл табысатын жансыз. Бірақ бүгінгі күннің энергиясы сізге айналаңызбен қарым-қатынаста жауапкершілікті көбірек талап етеді. Артық сөз немесе асығыс айтылған пікір кейбір түсінбеушіліктерге себеп болуы мүмкін. Жұмыс пен қаржы. Аласыз. Қаржылық тұрғыда күткен табысыңыз келе бастайды. Бірақ шығынға абай болған жөн, әсіресе қажетсіз есіп алуға кетпеңіз. Сезім мен қарым-қатынас. Егіздер қарым-қатынаста эмоциясы құбылмалы, бірақ шын жүректен ғашық жан.
Бүгінгі күнде сіздің көңіл күйіңіз жақын адамыңызға тікелей әсер етеді. Жақсы көңілде болсаңыз, ол да бақытты, ал мазасыз болсаңыз, ол да уайымдайды. Сондықтан сабырлы болуға тырысыңыз. Жұптағы егіздерге бүгін романтикалық сәттер күтеді, бірге серуендеу, сыйлық немесе жылы сөздер. Ал жалғыз егіздер үшін танысу мүмкіндігі жоғары, әсіресе онлайн байланыс арқылы. Жеке даму. Егіздердің бүгінгі күні шығармашылық қабілеттерін шыңдауына қолайлы. Сурет салу, ән айту, жазу, әлеуметтік желіде контент жасау бәрі сізді шабыттандырады. Сондай-ақ жаңа білім іздеп курстарға жазылуға, кітап оқуға құлшынысыңыз артады. Денсаулық. Көп сөйлегеннен немесе ойда артық шаршатқаннан кейін бас ауруы мүмкін. Сондықтан денсаулықты күту үшін таза ауада серуен жасап, телефоннан аздап алыстаған пайдалы. Жеңіл спорт, йога немесе тыныс алу жаттығулары сізді теңестіреді. Қорытынды, 19 тамыз егіздер үшін қарым-қатынасты нығайтатын, жаңа ойларға жол ашатын күн. Тек асығы шешім қабылдамай, әр әрекетке байыппен қарасаңыз, барлығы ойдағыдай болады. Бұл күні егіздерге жұмыста жаңа идеяларын ұсынуға таптырмас мүмкіндік бар. Сіздің ақылыңыз, тапқырлығыңыз, креативті ойыңыз басқаларға әсер етеді. Егер жеке жобамен айналыссаңыз, оны дамытуға жақсы серпін. Шаян. 19 тамыз шаяндар үшін жүрек пен жан дүниенің үндестігін талап ететін күн. Сіз табиғатыңыздан сезімтал, мейірімді әрі жақындарыңызға жан тәнімен берілетін жансыз. Бүгінгі күнде сіздің ең үлкен күшіңіз сабыр мен ішкі түйсігіңіз болады. Интуицияңызға сеніңіз, ол сізді дұрыс жолға бағыттайды. Жұмыс пен қаржы. Бұл күні жұмыс барысында ұқыптылық пен тұрақтылық қажет. Шаяндар кейде бәрін жүрекпен жасайтындықтан ұсақ түйекке мән бермей қалуы мүмкін. Бірақ дәл бүгін қаржылық құжаттар, есеп-қисап немесе келісім-шарттарда мұқият болған жөн. Қаржы тұрғысында күтпеген табыс не сыйлық түсу ықтималдығы бар. Кейбір шаяндарда жаңа жұмыс ұсынысы немесе қосымша табыс табуға мүмкіндік туады. Сезім мен қарым-қатынас. Отбасы мен махаббат саласында бұл күн жылы сезімге толы болады. Құрмет пен сүйіспеншілікті көрсеткен сайын, сіздің де жүрегіңіз шаттыққа толады. Жұптағы шаяндар үшін бүгін романтикалық әңгіме, жылы құшақ, бірге уақыт өткізу қарым-қатынасты нығайтады. Ал жалғыз шаяндар үшін тағдыр тосын кездесу дайындауы мүмкін. Сіздің нәзіктігіңіз бен жан жылуыңыз көпшілікті баурап алады. Жеке даму. 19 тамызда шаяндар өз-өзіне үңіліп жан дүниесін тыңдағысы келеді. Медитация, тыныш музыка тыңдау немесе табиғат аясында серуендеу сізді ерекше шабыттандырады. Сонымен қатар үйді ретке келтіру, артық дүниеден арылу сізге жеңілдік сыйлайды. Денсаулық. Эмоцияға тым беріліп кетпеңіз. Шаяндар кейде артық уайымнан асқазан не жүйке жүйесін шаршатып алады. Бүгін жеңіл әрі пайдалы тағамдар, жылы шай, тыныштық сізге керек. Ұйқыны дұрыс алуда маңызды. Қорытынды, 19 тамыз шаяндар үшін жүрек жылуын бөлісетін, отбасымен және жақындармен мықты. Жаныңызды тыныштыққа толтырып, жүрегіңізді тыңдаңыз, бәрі жақсы болады. Арыстан. 19 тамыз сіз үшін нағыз жарқырайтын, назарда болатын күн. Әдеттегідей арыстандар қай ортада болса да ерекше харизма мен күш-қуатымен көзге түседі. Бұл күні сіздің сөзіңізге де, ісіңізге де көпшілік мән береді. Сондықтан барынша сенімді әрі батыл болыңыз. Жұмыс пен мансап. Арыстандар үшін бүгін кәсіби салада алға шығатын сәт туады. Сізді бастықтар немесе әріптестер ерекше байқап, мақтауы мүмкін. Жаңа ұсыныстар, жобалар немесе жоспарларды жүзеге асыруға мүмкіндік ашылады. Сізге тек тәкаппарлыққа берілмей, ұжымда басқалармен де тіл табысу маңызды. Шығармашылықпен айналысатын арыстандар үшін бұл күн шабыттың уақыты, ойларыңыз бен идеяларыңыз өзгелерді таң қалдыруы. Қаржы. Қаржылық тұрғыда бүгін күтпеген шығындар болуы мүмкін, бірақ сонымен бірге табыста кіру ықтималдығы жоғары.
Әсіресе бұрынғы еңбегіңіздің жемісін көресіз. Кейбір арыстандар өз істерін кеңейту немесе жаңа табыс көзін іздеумен айналысуы мүмкін. Махаббат пен қарым-қатынас. Арыстандардың жүрегі нағыз жалын. 19 тамызда сіздің сүйіктіңізге деген сезіміңіз артып, оған ерекше көңіл бөлгіңіз келеді. Шынайы комплименттер, тосын сыйлар немесе жылы сөздер қарым-қатынасты нығайтады. Ал жалғыз арыстандар үшін бұл күнде жаңа таныстықтар күтіледі. Сіздің тартымдылығыңыз бен энергияңыз өзгелерді магниттей тартады. Жеке даму. Бұл күн сізге өзін-өзі жетілдіруге, жаңа нәрселерді үйренуге қолайлы. Білім алу, жаңа хобби бастау немесе бұрын бастаған істі аяқтау сізге қуаныш сыйлайды. Арыстандар өздерінің лидерлік қабілетінде дамытса, көп табысқа жетеді. Денсаулық. Күннің энергиясы күшті болғандықтан арыстандар өзін жақсы сезінеді. Дегенмен эмоция мен стрессті дұрыс бағытта шығару қажет. Спортпен айналысу, таза ауада серуен сізге қуат береді. Артық тамақтанудан сақ болғаныңыз жөн. Қорытынды 19 тамыз арыстандар үшін жарқырап өздерін көрсететін күн. Жаңа мүмкіндіктерді батыл қабылдаңыз, жүрегіңіздің дауысын тыңдаңыз. Сізді алда үлкен табыс күтіп тұр. Бикеш. 19 тамыз сіз үшін байсалды ойлануға, алдағы жоспарларды нақтылауға қолайлы күн. Бикештер әдетте ұқыптылығымен, тиянақтылығымен ерекшеленеді, ал бүгін сол қасиеттеріңізді өмірдің әр саласында тиімді пайдалана аласыз. Жұмыс пен мансап. Бұл күні жұмыстағы жауапкершілігі артып, сізден нақты шешімдер күтеді. Әріптестеріңіз сіздің тәжірибеңізге және аналитикалық қабілетіңізге сенім артады. Егер жобаларыңыз болса, бүгін оларды реттеп жүйеге келтіруге қолайлы. Бикештер үшін ең маңыздысы ұсақ түйекке мән беру, себебі дәл осы жерде табыстың кілті жатыр. Жаңа ұсыныстар немесе әріптестер тарапынан қолдау болуы мүмкін. Қаржы. Қаржылық тұрғыда бүгін есеп-қисапқа мұқият болыңыз. Артық шығын жасамаған жөн. Алайда бұрыннан ойлап жүрген бір жоспарды жүзеге асыруға мүмкіндік тууы мүмкін. Егер инвестиция немесе ірі сауда жасамақ болсаңыз, асықпағаныңыз дұрыс, бәрін егжей-тегжейлі саралап барып қана қадам жасаңыз. Махаббат пен қарым-қатынас. Жеке өмірде бикештерге ашықтық пен сабырлылық қажет. Сіз кейде эмоцияңызды көрсетпеу арқылы сүйіктіңіздің көңілін түсіріп алуыңыз мүмкін. Бүгін жылы сөйлеп қарым-қатынасқа шынайылық қоссаңыз, байланыс тереңдей түседі. Ал бойдақ бикештер үшін бұл күнде қызықты танысу ықтималдығы жоғары, бірақ оны дұрыс бағалай білуіңіз керек. Жеке даму. Бұл күні өзін-өзі дамытуға өте ыңғайлы. Кітап оқу, жаңа дағды үйрену, жоспар жазу, бәрі сіздің ойыңызды жинақтап, ішкі тыныштығыңызды арттырады. Сізге қазір ең маңыздысы болашаққа айқын бағдар құру. Денсаулық. Сіздің ағзаңыз бүгін сезімтал болуы мүмкін, сондықтан режимді сақтаңыз. Дұрыс тамақтану, жеңіл серуен, табиғатта демалу сізге пайдалы. Жұмыс пен жеке өмірдің арасындағы тепе-теңдікті ұмытпаңыз, әйтпесе шаршау сезіледі. Қорытынды 19 тамыз бикештер үшін жоспар құрып, өмірін реттеуге қолайлы күн. Сіздің ұқыптылығыңыз бен еңбекқорлығыңыз алдағы табыстардың негізін қалайды. Таразы. 19 тамыз сіз үшін тепе-теңдікпен үйлесіміз дейтін ерекше күн. Таразылардың басты қасиеті кез келген жағдайда әділдікке ұмтылу, әдемілікті бағалау және адамдармен тіл табысу. Бүгін осы қырларыңыз сізге табыс әкеледі. Жұмыс пен мансап. Бұл күні жұмыста сіздің дипломатияңыз ерекше бағаланады. Әріптестер арасындағы түсініспеушілікті шешіп, ортақ келісім табуға көмектесе аласыз. Егер жаңа жобаларға қатыссаңыз, бүгін бастамаларыңыз қолдау табуы ықтимал. Креативті идеялар ойға келіп, оларды жүзеге асыруға нақты мүмкіндіктер ашылады. Қаржы. Қаржылық тұрғыдан алғанда, бүгін ойланбай ақша жұмсаудан сақ болыңыз. Таразылардың сәнқойлығы кейде артық шығынға әкелуі мүмкін. Дегенмен өнер, дизайн немесе шығармашылыққа байланысты шығындар сізге кейін пайда әкелуі ғажап емес.
Жоспарлы түрде әрекет етсеңіз, табыс көзін арттыруға мүмкіндік бар. Махаббат пен қарым-қатынас. Жеке өмірде бүгін жылы әңгімелер мен романтикалық сәттер күтіп тұр. Сүйіктіңізбен арада үйлесім орнайды. Егер бұрын түсініспеушіліктер болса, дәл осы күні ашық сөйлесіп, бір-біріңізді жақсырақ түсіне аласыздар. Жалғыз таразыларға жаңа танысу ықтимал, ол сіздің өміріңізге жарық пен шабыт сыйлауы мүмкін. Жеке даму. Таразылар үшін бұл күн шығармашылықты дамытуға тамаша мүмкіндік. Сурет салу, музыка тыңдау, кітап оқу, тіпті табиғатта серуендеу сіздің рухани энергияңызды көтереді. Өзіңізді тыңдаңыз, жүрек қалауын бағалаңыз. Денсаулық. Эмоционалды тепе-теңдікті сақтау өте маңызды. Стресстен қашық болып, өзіңізді позитивке бағыттаңыз. Жеңіл гимнастика, би немесе йога сіздің денеңізді де, ойыңызды да жеңілдетеді. Артық уайымнан арылыңыз. Қорытынды, 19 тамыз, таразылар үшін ішкі үйлесімді табуға, қарым-қатынасты нығайтуға және шығармашылыққа көңіл бөлуге қолай. Сізді әдемілік пен шабыт қоршайды. Саршаян. 19 тамыз, сіз үшін сезімнің тереңдігін, ішкі күш пен ерік жігерді ашатын күн. Саршаяндар қай кезде де өзгелерден өзгеше, сіздің ойыңыз бен жүрегіңізді ешкім толық аша алмайды. Бүгін осы құпиялы қырыңыз сіздің артықшылығыңызға айналады. Жұмыс пен мансап. Бұл күні жұмыста ерекше табандылық қажет. Сізге тапсырылған істі соңына дейін жеткізбейінше көңіліңіз тынбайды. Әдеттегідей, саршаяндар күрделі міндеттерді шешуде өзгелерден озық шығады. Бүгінгі күн келіссөз жүргізу, жаңа келісім жасау, қиын жобаны бастау үшін қолайлы. Басшылық сіздің қайсарлығыңызды байқайды. Қаржы. Қаржы жағынан күтпеген жаңалық болуы мүмкін. Бұрыннан ойлап жүрген қосымша табыс көзі пайда болуы ықтимал. Алайда тәуекелге барарда абайлаңыз, үлкен инвестицияға асықпаған жөн. Дегенмен ұзақ мерзімді жоспарға негізделген қадамдар сіздің табысыңызды арттырады. Махаббат пен қарым-қатынас. Саршаяндардың сезімі терең әрі күшті. Бүгінгі күнде сүйіктіңізбен қарым-қатынас шынайы әңгімеге ұласып, бұрын жасырылған сырлар ашылуы мүмкін. Қарым-қатынаста ашықтық пен сенім орнатсаңыз, арадағы байланыс бұрынғыдан да нығая түседі. Жалғыз саршаяндар үшін жаңа танысу жүрек дүрсілін тудыруы ықтимал. Жеке даму. 19 тамыз, ішкі жан дүниеңізді зерттеуге қолайлы уақыт. Интуицияңыз ерекше күшейеді, сондықтан түйсігіңізге сеніңіз. Медитация, рухани тәжірибелер немесе жай ғана жалғыз қалып ойлану сізге дұрыс бағыт көрсетеді. Денсаулық. Бүгінгі күні энергияңыз жоғары, бірақ шамадан тыс жүктемеден сақ болыңыз. Сізге спортпен шұғылдану пайдалы, әсіресе суда жүзу немесе дене шынықтыру жаттығулары. Тамақтануда артық ашы мен тәттіден аулақ болыңыз. Қорытынды, 19 тамыз, саршаяндар үшін өз күшін дәлелдеуге, қарым-қатынасты нығайтуға және интуициясына сүйенуге қолайлы күн. Сіздің құпия энергияңыз жаңа мүмкіндіктер ашады. Мерген. 19 тамыз, еркіндікті сүйетін, өмірге құштар мергендер үшін жаңа мүмкіндіктерге толы күн. Сізді шабыт, қуат және алға ұмтылыс жетелейді. Бүгінгі күнде сізге тек өз армандарыңызды ашық айту жеткілікті, ғалам сізге қолдау көрсетеді. Жұмыс пен мансап. Мергендер үшін бұл күн шығармашылық идеяларды жүзеге асыруға қолайлы. Сізге бір орында отырып қалу қиын, сондықтан жаңа жоба бастауға немесе өзгеше шешім ұсынуға батыл қадам жасаңыз. Көшбасшылық қасиетіңізді көрсетсеңіз, әріптестеріңіз сізге сеніп соңынан ереді. Бүгін басталған істердің жемісін болашақта молынан көресіз. Қаржы. Қаржылық тұрғыда күтпеген пайда болуы мүмкін. Әсіресе бұрыннан ойлап жүрген жоспарға қаражат түсіп, оны жүзеге асыруға мүмкіндік туады. Дегенмен артық шығынға жол бермеңіз. Бүгін ақшаңызға инвестиция жасаудың сәтті күні, бірақ шығында ойланбай жұмсамаған жөн. Махаббат пен қарым-қатынас. Мергендер әрқашан шынайылықты бағалайды.
Сүйіктіңізбен арада ашық әңгіме қозғалып, бірге саяхаттау немесе жаңа ортаға бару туралы жоспар жасалуы мүмкін. Жалғыз мергендерге жолда жаңа танысу күтіп тұр. Бүгінгі танысу болашақта ерекше байланысқа айналуы ықтимал. Жеке даму. Бұл күн сізге жаңа нәрсені үйрену, жаңа адамдармен араласу және білім көкжиегін кеңейтуге мүмкіндік береді. Жаңа тіл үйрену, кітап оқу немесе саяхат жоспарлау сізге үлкен қуат береді. Ғалам сізге жаңа бағыт көрсетіп тұр. Денсаулық. Энергияңыз мол болғанымен, оны дұрыс бағытта қолдану керек. Артық күш түсірмеу үшін спортпен теңгерімді айналысыңыз. Ашық ауада серуендеу, йога немесе жеңіл жаттығулар сізге пайдасын тигізеді. Қорытынды 19 тамыз мергендер үшін жаңа идеялар, қаржылық мүмкіндіктер мен шабытта келетін күн. Сізге тек батыл қадам жасау қажет. Су құйғыш. 19 тамыз су құйғыштар үшін ерекше шабыт пен жаңа идеялардың күні. Бүгінгі энергия сізді шығармашылыққа, жаңашылдыққа жетелейді. Көптен бері ойыңызда жүрген жоспарларды жүзеге асыруға мүмкіндік туады. Жұмыс пен мансап. Жұмыста тың идеяларыңызбен көзге түсуіңіз мүмкін. Әдетте өзгелер байқамайтын жолды көре білетін қасиетіңіз бүгін пайдалы болады. Әріптестеріңіз сіздің ерекше ойларыңызды бағалайды. Бірақ асығыстық танытпаңыз, жоспарды нақтылап, қадамды ақылмен жасаған жөн. Қаржы. Қаржы жағынан күтпеген табыс болуы мүмкін. Айналаңызда жаңа табыс көзін ұсынатын адамдар шығады. Бірақ бірден сеніп қаржыңызды салудан сақ болыңыз. Қысқа мерзімде көп табыс уәде еткен ұсыныстарға сенбегеніңіз дұрыс. Махаббат пен қарым-қатынас. Отбасылы су құйғыштар сүйіктісімен арада жаңа леп сезінеді. Бірге уақыт өткізіп болашаққа жоспар құру үшін қолайлы күн. Ал жалғыз жүргендер үшін тосын кездесу, қызықты таныстық күтіп тұр. Бірақ асықпай, уақытқа беріңіз, бәрі өз орнына келеді. Жеке даму. Бұл күн сізге өзін-өзі дамыту үшін ерекше мүмкіндік сыйлайды. Кітап оқу, жаңа хоббиге уақыт бөлу немесе саяхатқа дайындық жасау пайдалы. Бүгінгі ойларыңыз болашағыңызға үлкен әсер етеді. Денсаулық. Көңіл күйіңізге назар аударыңыз. Көп ойланып өзіңізді артық шаршатпаңыз. Жеңіл серуен, таза ауа, тыныш музыка жүйкеңізді ретке келтіреді. Қорытынды 19 тамыз су құйғыштар үшін жаңа ойлар мен шабыттың күні. Ішкі түйсігіңізді тыңдап, батыл қадам жасасаңыз, табысқа жетесіз. Балықтар. 19 тамыз балықтар үшін ерекше сезімталдық пен шабыт әкелетін күн. Сіздің жүрегіңіз бен түйсігіңіз бүгін бәрін дұрыс сезінеді. Армандарыңызға жақындай түсу үшін бұл күнді дұрыс пайдаланған абзал. Жұмыс пен мансап. Креативті ойлар мен нәзік түйсігіңіз сізді өзгелерден ерекшелендіреді. Қиын тапсырмаларды шешуде ішкі сезіміңізге сеніңіз, дәл бүгін ол сізді қателестірмейді. Әріптестердің қолдауы мен жылы қарым-қатынасы жұмысқа деген құлшынысыңызды арттырады. Қаржы. Қаржы жағынан тұрақтылық байқалады. Жаңа табыс көзі ашылуы мүмкін, бірақ шығыстарды да бақылауда ұстаған жөн. Ұсақ түйекке көп ақша жұмсамаңыз, жинақтауды ойлағаныңыз дұрыс. Махаббат пен қарым-қатынас. Жалғыз жүрген балықтар үшін бұл күн жаңа таныстыққа толы. Кездейсоқ бір сәттен ерекше махаббат оқиғасы басталуы ықтимал. Ал отбасылы балықтар сүйіктісімен арадағы байланысты нығайтады. Романтикалық кеш ұйымдастыруға таптырмас уақыт. Жеке даму. Өзіңізге уақыт бөліңіз. Армандарыңызды қағазға түсіріп, мақсаттарыңызды нақтылаңыз. Бүгінгі ойлар болашағыңыздың бағытын айқындауы мүмкін. Медитация, музыка тыңдау немесе табиғат аясындағы серуен сізге шабыт сыйлайды. Денсаулық. Энергияңыз бірде жоғары, бірде төмен болуы мүмкін. Тәтті ұйқы мен дұрыс тамақтануға көңіл бөліңіз. Су стихиясы сізге ерекше күш береді, бассейнге бару немесе душ қабылдау шаршауды басады. Қорытынды 19 тамыз балықтар үшін армандардың шындыққа айнала бастайтын күні. Түйсігіңізді тыңдап, жүрекке жақын нәрселерді таңдаңыз. Қорытынды. Бүгінгі күн әрбір жұлдыз белгісіне өзіндік сабақ пен мүмкіндіктер сыйлайды.
Біреулер үшін жаңа бастамалардың алғашқы қадамы болса, енді біреулер үшін ескі істерді ретке келтіру кезеңі. Әсіресе қарым-қатынаста шынайылық, жұмыста жауапкершілік, ал денсаулықта өз-өзіңе күтім жасау басты орында болмақ. Күннің басты энергиясы сабыр мен сенім. Қандай жағдай болса да асығыстыққа жол бермей, жүрекке жақын нәрселерді ғана таңдаған жөн. Әр жұлдыз белгісі өзінің жеке қуатын сезініп, алдағы күндерге дайындық жасайды. Жалпы алғанда 19 тамыз жоспар құруға, рухани тыныштық табуға, сондай-ақ өзіңді жаңа жетістіктерге дайындауға қолайлы күн. Ең бастысы, сеніміңді жоғалтпай, ішкі түйсігіңді тыңдау.